Аққайың ауданы Смирнов ауылында 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні аталып өтті. Шараға аудан әкімі қатысты. Рүстем Елубаев елбасына күн туғанда, әсіресе су тасқыны кезінде халық жұдырықтай жұмылып жұмыс атқарғанын айтады. Аудан басшысы бірлігі жарасқан тұрғындарға алғысын білдіріп, мерекемен құттықтады. Құрметті жерлестер, сіздерді татулық пен келісімнің белгісіне айналған Қазақстан халқының бірлігі күнін шын жүректен құттықтаймын. Бұл күн тәуелсіздіктің алынған бері көп ұлттық халқымыздың достығы мен бірлігінің нығайта түсті. Bir шаңырақтың астындағы ұлттар мен ұлыстардың ынтымағы әрдайым берік болып келеді. Біз бірлігіміз жарасқан біртұтас мемлекетке айналдық. Мереке күні әнмен бей шырқалып, тұрғындарға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Іс-шарада еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін кездестіруге болады. Олардың бірі 77 жастағы зейнеткер Сансызбай Жұмабек. Еліміздің бірлігі тойы қайырлы құтты болсын айналайындар. Бұл енді бірлік болған жерде тірлік болады дейді. Мынау біз көп ұлтты мемлекетпіз. Сондықтан мынау бірлігіміз мығым болу керек. Кешегі ақтаман шұбырынды міне 3 ғасыр атап өтті міне былтыр 3 ғасырлығын. Сонда бірлігіміздің арқасында қазақ мемлекеттігін сақтап қалған. Аққайың ауданында 14 ұлт өкілі тұрады. Олар аталмыш мерекені жылда тосатындарын айтып, қазақстандықтарды бірлік күнімен құттықтады. Это праздник единства. Мы все живем в дружной, замечательной стране. Мы никогда не смотрим, где какая нация. Мы все вместе. Это очень хороший праздник. Мы всегда рады его встретить. Люди все разные нации встречают этот праздник. Но я хочу сказать всем здоровья, благополучия, чтобы в мире у нас был мир, спокойствие. Мерекелік іс-шарадан кейін тұрғындар Таза Қазақстан акциясы аясындағы сенбілік жұмыстарына кірісті. Алдымен аудандық емхана алдында 20 түп шырша ағашы отырғызылды. Аталмыш шараға аудан әкімі Рүстем Елубаев та қатысты. Сол жұмыстар ауданымызда жүріп жатыр. Бүгін де міне осы Таза Қазақстан акциясы 1 мамыр күні мереке қарсаңында бүгін біраз Смирнов ауылында бүгін 300-ден артық адам шықты. Бүгін абаттандырумен, бүгін субботникпен айналысамыз. Бұл жұмыстар әрбір селолық округта жүріп жатыр. Бүгін күні 12 селолық округта барлығында осы жұмыстар жүріп жатыр. Таза Қазақстан акциясы аясында 2 апта ішінде ауданда 1500 түп ағаш отырғызылып, 700 тонна қоқыс шығарылған. Ал мереке күні тек Смирнов ауылында 50-ден астам ағаш отырғызылды. Абаттандыру жұмысын 300-ден астам адам атқарып жүр. Оның ішінде өз қалауымен келіп, ауылдың көркеуіне үлесін қосып жүрген тұрғындар да бар. Олардың бірі 55 жастағы ауыл тұрғыны Ғани Шаймерденов. Президенттің бастамасымен, облыс әкімінің бастамасымен және де аудан әкімінің бастамасымен біз осы тазалық айлығына шықтық. Енді әр бейсенбі күні жұмыс жүргізіп жатырмыз. Біз өз еркімізбен, яғни ауылымызды көркейту үшін, ауылымызды тазарту үшін осындай жұмысқа кірісіп жүрміз. Таза Қазақстан акциясы аясында иесіз қалған ескі тұрғын үйлерде бұзылды. Өткен жылы 15-ке жуық үй бұзылса, ал биыл 6 ғимаратты бұзу жоспарлануда. Айта кетейік, Аққайың ауданы Смирнов ауылында 2480 үй бар. Ақнұр Қайырбек, Асар Ербұлан, Первый Северный телеарнасы.